Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ мамықтай болып шығатын пеште піскен пирожки пісіретін боламыз. Ең әуелі бізге керекті заттардың барлығын дайындап алатын боламыз. Алдымен 1 стакан жылы су мен 1 стакан жылы сүтті құятын боламыз. 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық дрожжи қосатын боламыз. Үстіне 2 ас қасықтай сұйық май құямыз. Ең соңында ұнымызды жаймен біртіндеп қосып араластырамыз. Қамыр илеп жатқан кезде оның барлығын қосып жібермей, осылай жаймен қосып араластырып отырамыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ болып шығады. Қамырымызды жұмсақ қылып илетіп, енді бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілем дегенше біз салмамызды дайындаймыз. Ол үшін пиязымызды қуырып аламыз. Кішкене қызара бастаған кезде сәбізіміз бен капустамызды салып, жақсылап қуырамыз. Кейін дәміне қарай бұрыш пен тұзды қосамыз. Крышкасын жауып, сәл жұмсарғанша қуыратын боламыз. Одан кейін начинкасын суытып, басқа ыдысқа салып қоямыз. Қамырымыз көтеріліпті, оны енді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Кейін оның бетін сүлгімен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін қамырымыз үсіп әдемі болып көтеріледі. Енді қамырымызды жая бастаймыз. Қамырымызды өте қалың да емес, жұқа да емес, орташа қылып жаямыз. Қолдың көмегімен жайсаңыздар да болады. 1 немесе 2 ас қасықтай начинкасын арасына салып шығамыз. Енді қамырымызды түйе бастаймыз. Түйген кезде міндетті түрде мән беріңіздер, жақсылап түйілуін қадағалаңыздар. Әйтпесе, қуырылып жатқан кезде пирожкилеріңіз шыртылып, ашылып кететін болады. Жұмыртқаның сарысымен 1 ас қасық сүтті қосып араластырып, пирожкилердің үстіне жағып шығамыз. Сүтті қосқан себебіміз пирожкилеріміз әдемі сарғыш түсті болып шығады. Әсемдік үшін бетіне кунжут немесе тмин, мак қоссаңыздар болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне әдемі пирожкилеріміз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.